Бәріңізге сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз хачапури по-аджарски әзірлейтін боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер де сіздер әлі де дайындамаған болсаңыздар, міндетті түрде дәл менің рецептіммен әзірлеуге кеңес беремін. Жылы суымызға тұзымызды қосамыз. Оның үстіне аздаған шекерімізді салып, суымызды жақсылап шайқап аламыз. Енді үстіне құрғақ қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап суымызды араластырамыз. Осы дайын болған суымызды ситадан өткізілген ұнымызға құйып, қамырымызды жақсылап араластырып илейміз. Бұл жерде ең маңызды нәрсе осы ұнымызды міндетті түрде ситадан өткізуіміз керек. Сол кезде біздің хачапуридің қамыры өте әдемі болып көтеріліп пісетін болады. Соңында осылай сұйық майымызды қосып, аздап қоса отыра, осылай жақсылап қамырымызды жұмсартып илейміз. Міне қамыр өте жұмсақ болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте майлы, әдемі болып шығады. Ендігі кезекте біз қамырымыз көтерілу үшін осылай пищевой пленкамен бетін ауа кірмейтіндей етіп жауып, жылы жерге 30-40 минутқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте біз начинкасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге үккіштен өтілген сыр, үстіне жұмыртқаның ақ-уызын қосамыз. Екеуін жақсылап, осылай шанышқымен араластырып аламыз. Ендігі кезекте үстіне суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұзымызды себеміз. Осылай шанышқыменен әдемілеп езіп шығамыз. Біздің қоспамыз өте жұмсақ болуы қажет. Ендігі кезекте аз ғана ұнымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінеке достар, біздің қамырымыз өте әдемі болып көтерілді, өте жұмсақ. Енді мұқият қараңыздар, бұл жерде қамырды біз қайтармаймыз. Осылай қалай көтеріліп тұр, сол күйінде екі бөлікке әдемілеп бөліп аламыз. Бірдей етіп екі бөлікке бөлеміз. Мінеке енді осылай жай ғана қолымыздың көмегіменен сопақша етіп формасын жасайтын боламыз. Қамыр өте жұмсақ. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиыншылығы жоқ. Өте тез жайылады. Енді біз начинкамызды мен осылай екі бөлікке бөліп алдым. Бірдей етіп екі бөлікке бөліп, ең алдымен қамырымыздың шетіне осылай орналастырып шығамыз. Енді ішке қарай осылай сопақша етіп формасын жасаймыз. Ортасына қарай осылай дөңгелетіп, кішкене формасын келтіретін боламыз. Екі бас жағын бір-біріне біріктіреміз. Егер сіздер қаласаңыздар, тек қана ортасына емес, бүкіл үстіне сырымызды сеуіп шықсаңыздар болады. Мен бірақ жан жағына емес, тек қана осылай ішіне қазір әдемілеп орналастырып шығатын боламын. Пешімізге салатын формамыздың бетіне алдымен осылай пергамент қағазын жайып аламыз.
Осылай енді сырымызды ортасына орналастырып шығамыз. Сыр қаншалықты көп болса, соншалықты дәмді болады. Мінекей, енді екінші хачапуридің қамырын жайып, әдемілеп, сопақша етіп, жайып шығатын боламыз. Мұны да дәл солай сырымызды ішіне салып, дөңгелекше етіп, кішкене дөңгелетіп, ішіне қарай әдемілеп формасын жасайтын боламыз. Достар, менің каналымда әлі көптеген рецепттер салынатын болады. Сол себепті мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарийға өздеріңіз қандай тағамды қалайтындарыңызды жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде сол тағамды пісіріп, видеосын салатын боламын. Мінеке, біздің екінші хачапуриімізді дайын болып қалды. Сырын орналастырып, қызып тұрған 140 градуста қызып тұрған пешімізге 20-25 минуттай салып пісіретін боламыз. Жұмыртқаның сарысын осылай жан-жағын жағып шықсаңыздар болады. Өте әдемі көрік беретін болады. Піскен кезде кішкене қызарып, өте әдемі көрінетін болады. Достар, егер де сіздерде хачапури әлі де дұрыс шықпай жүрген болса, дәл менің рецептіммен жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Хачапуриімізді пешке салмас алдын пешімізді қосып қыздырып аламыз. Мінеке достар, біздің хачапури әзір болып қалды. Дайын болуына 2-3 минут қалған кезде осылай пешімізден алып, жұмыртқамыздың тек сарысын салатын боламын мен. Тек қана сарысын осылай сырымыздың бетіне орналастырып, тағы да 1 минуттай пешімізде салып пісіретін боламыз. Мінеке достар, хачапури по-аджарски әзір болды. Дәмі деген тіл үйретін, өте сондай әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Және де менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Видеоның астына барлық ингредиенттердің көлемін описанияға жаза кететін боламын. Достар, астарыңыз дәмді болсын.